Мынау сауда істеп жатқан достар, бүгін мен сіздерге бір сабақ өтіп берейін, жақсылап отырып. Әр айдың басында, немесе айдың ең соңғы күндері, немесе айдың ең алғашқы күндері біз сөзсіз түрде осы айдағы жалпы саудамыздың сомасын есептейміз. Одан кейін осы айда қаншалық шығын шығардық, қаншалық кіріс кіргіздік, қалай жаңағы өзіндік құндар пайда болды, қандай шығындар пайда болды, соның бәрін жазамыз. Содан кейін біз әр айда мінекей осы заттардың барлығын қайталай бір тізімге аламыз. Осылардың бәрін тізімге алып, осы бізде қаншалық зат қалды, осы айда мына заттардың біз қаншасын сатып болдық, енді қаншалық зат қалды, біздің ақшамызбенен жаңағы осы айдағы сатып шығарған затымыздың жаңағы екі басы тең ба? Пайда мен зиянның, шығын мен кірімнің барлығы өзара тең болды ма? Қандай болды? Біз енді осы аралықта біліп білмей ақшаларды істетіп қойдық па? Бұның барлығын есептейміз. Солардың барлығын анықтап есептегеннен кейін барып, біз бұны дұрыстаймыз. Алдыңғы айдағы қалдық сомаменен осы айдың басындағы есептің қандай айырмашылығы бар, өздері дұрыс болды ма? Біз әрбір тиын ақшамыз қайда кетті, соның барлығын анықтап есептейміз. Содан кейін осылардың барлығын тапқаннан кейін барып, осы айлық есеп аяқтайды. Сөйтіп біз бұны дұрыстап отырамыз. Ал өйтпесе, бұл бейне жаңағы бір 1000 қой бағып жүрген бір қойшы бар да. Содан кейін бұл қойшы бүгін бір қозысын жоғалтып алады. Ой, істемей жоқ, 1000 қой, бір қозы жоғалтса не бопты дейді да. Одан кейін бір күн тағы бір қозы жоғалтады. Одан кейін бір күні ой, енді 1000 қой бағып жатырмын ғой, бір қой сойып жесем не бопты дейді. Содан кейін 10 сойып жейді. Сөйте бұл бір күні қараса қойы 980 болады. Бір 20 қой жоқ бопты ғой, істеметпейді дейді да мысалы. Ал сөйте жаңағы өзінің пайда зиянның қайда екендігін білмей, ең соңында қойынан айырылып қалуы мүмкін түгелдей. Сол үшін де мінекей саудагер әр айда өзінің қаншалық зат сатқандығын, қанша ақша тапқандығын, қаншасы шығын болғандығын, қаншасы пайда болғандығын анық есептеу керек. Мен алдыңғы жолда бір айттым, кейбір саудалар барда, қарасаңыз ақшаны күреп тауып жүресіз да. Ал енді осы саудалардың тағы бір ерекшелігі, шығыныңыз да сондай да жаңағы күреп кетіп жатады. Ең соңында есептесең, 6000 юан ақша табасың, 6000 юан тіпті әуелі 7000 юан шығын шығарып тастайсың. Олар бүйтіп ойлайды да, ой, мен неге сауданы керемет істеп жатырмын, айына 100 мыңдап, 200 мыңдап жаңағы зат сатып жатырмын, кірісім 5-6 мың, 10 мың болып жатыр дейді. Қарамаққа өзіне сондай дұрыс. Ал әмәлиятта жаңағы шығындарын есептемейді. Әмәлиятта біз шығынды дұрыстап есептеп жіберсек, жаңағы саудадан бізге қалып жатқан таза пайда мардымсыз болып қалады. Егер сіздер бүгін осындай сауда істеп жүрген болсаңыздар, не сіз жаңағы шығындарыңызды тежеуіңіз керек, не сіз кәсібіңізге қайтадан ойланып жасауыңыз тура келеді. Өйткені бұндай сауданы мен де істеп көргенмін, жылына 1 000 000 юандық сауда істедім. Ол кездегі кіріс төмен болды. 60 000 юан ақша таптым. Осылайша мақтандым, 60 000 юан ақша таптым деп. Әмәлиятта біз кейін осы ақшаларды жаңағы есептеген кезімізде айына тапқан ақшамыздан айына шығарып жүрген шығынымыздың әлдеқайда көп екендігін байқадық. Сөйтіп мен осы сауданы 4-5 жылға жуық істедім ғой деймін. Сосын ең соңында қарасам, тап-таза бастағам ғой мен бұл сауданы. Сауданы тоқтатқан кезімде 100 неше мың юаннан артық қарыз болып қаптым. Сол кезде барып тоқтап тұр, бұл сауданы істеуге болмайды екен дедім. Сөйтіп мен басқа салаға ауысқан болатынмын. Сол секілді да сондықтан да жұмыс жасаған кезімізде жаңа жоғарыда айтып өткенімдей, пайда, зиян, өзіндік құн, кірім, шығым дегендердің барлығын айқын есептеген кезде сіздің жұмысыңыз дұрыс жүретін болады. Қазір бізде көптеген достар бар, дүкендерін ашып жатады, зат кіргізіп жатады, ал 2-3 айдан кейін қайтадан зат кіргізсеңші десең, қолымда ақша қалмады дейді. Одан 1-2 айдан кейін қарасаң, жаңағы бала ресми түрде қарызға өте бастайды. Одан кейін бірте-бірте қарасаң, жаңағы зуылдап, су айттық дәуірі басталып кетеді. Анаған өтірік айтады, мынаған өтірік айтады. Қаридарға ойбай затың ертең келеді дейді. Мына жақтан зат сатып алған жерден қарызға зат алады. Оның затын уақытында бермейді, сөйтіп өзінің су айт болып кеткендігін біледі. Сосын дойынға кіре бастайды, хуабиға кіре бастайды, жебеға кіре бастайды, достардан қарыз ала бастайды. 1 жылға жетпеген уақыттың ішінде әуелі келесі жылы дүкеннің маяқсын төлей алмайтын, енді дүкенді жалғастырам ба, тоқтатам ба деген мәселелерге дейін келіп қалатын жағдайлар бар. Сол үшін де есепті дұрыс істеуді өзіңіздің саудаңыздың дамуының алғашқы бірінші басқышы деп ойлауды ұмытып қалмаңыздар. Жақсы, ендеше біз бүгінгі есебімізді бастайтын боламыз.
记得关注。